Облыстық тілдерді дамыту басқармасы да көрісу күнін атап өтті. Амал мерекесінде бас қосып, бұл күннің маңыздылығын насихаттады. Бас қосуға облыстық мәслихат депутаттары, тіл жанашырлары және студент жастар қатысты. Өзара пікір алмасып, Наурыз мейрамының бастауы болған мерекенің мәнін айқындады. Биылғы жылы Наурыз мерекесін атап өту ерекше форматта өткізу бойынша президентіміздің ұсынысы жүзеге асырылып, барлық елімізде осы мереке атап өтіліп жатыр. 14 наурыз бен 23 наурыз аралығында арнайы бағдарлама жасалды. Әр күнге ерекше атау беріліп, сол аяда бүгінгі 14 наурыз күні көрісу мерекесі. Жалпы насихаттау, халық арасында терең түсінік беру, осы біздің салт дәстүрлерді жаңғырту болып табылады.